мынау қазір үлкен нелер келе жатқандар ғой, мынау оқиғалар. Тағында бір келді, үлкен бір сол галактикадан келген, оны Сиван дейді. Ол 100 есе артық анау неден, Атластан өлшемі. О да қызық жүреді екен. Сонда менің 50 жылдығыма, менің ойымша, келген маған сыйлықтар жіберген. Ол сөзсіз. Қазан айында олар күннің артына кетеді. Сол анау Атласпен жаңа келген Сван деген екі метеорит дейді, ол метеорит еместер. Олардың құрамысы, олар енді қолмен жасалған үлкен нелер, заттар. Сонда талай не бар. Не сол үлкен келген Сван, сол кішкентай Атласта құртуға келген шығар дейді. Сонда анау Атластың қимылы өте қиын. Оның көк боп сәулесі шықты аяғын астынан. Оның ішінде металл бар екені көрсетті, аппараттар. Өзінің қозғалысы бар анау ненің Атластың. Қимылы да өте қауіпті. Өз траекториясын өзгертеді. Ол метеорит тас сияқты емес. Жасанды аппарат сияқты деп сөйтіп. Сөйтіп қазір күтіп отырмыз бәріміз енді. Неден деген қараша айына шығады олар күннің артынан. Бізге жақындай бастайды. Сонда оны жақындап көруге, зерттеуге болады. Мүмкін жерге келуге, қонуға мүмкін біреусінің несі бар шығар, мақсаты бар шығар. Сол бәрі сол 50 жылдыққа. Елде ешқандай несі тыныш, оның өзімнің менің мейрамым, деген ол ғарыштың мейрамы. Осы 22-ші қыркүйектің менің 50 жас жұмыс істегенімде, ол бәрі ғарыштың несі, мейрамы. Сол мейрам енді бір немеден болу керек. Ал менің өтінішім, мен бұрын өтініш жібердім. 49 былтыр 49 жас болды ғой жұмыс істегенім. Мен өтінішім айттым. Мен 49 жыл жұмыс істедім. Мінекей цивилизация тұр. Мінекей алтыншақтың балалары тұр. Мінекей олардың оқулықтары тұр, мінекей. Бәрі жарқырап тұр, мінекей бәрі. Көкіл жарқырап тұр. Біздің бәрімізде әлемде жарқырап тұр. Сонда маған қандай ақшалай сыйлық керек жоқ. Маған ғарыштан шамасымен сыйлық маған беріңдер. Болмақ ол орындалады. Менің өтінішім ол сөзсіз. Сонда ғарыштан дамыған тіршілік иелерінің өкілдері келіп, кемеменен адамзатпен контакты келу мүмкін ғой, иә? Иә. Сіздің көрген түсіңіз бар еді ғана, сол кезде екінші кітапты да таратып жатыр деген әлгі Тәңір жауынгер әлі шықпаған кезде. Иә. Қызық болды, иә. Сонда кішкентай күштерді көрем, бірақ оның түсінігін білмеймін, сезбеймін. Бір уақыттан кейін деген бәрі орнына келеді ғой, қазір жеріне қоямын бәрін деді. Елді үркітпей. Сөйтіп мен өте қуанышты болып отырмын. Енді қазан айы мінекей жақын, қазан айында бір апта қалды. Оның артынан кейін қазанның айының артынан деген шығады анау күннің артынан екі аппарат. Не болған жүрген көреміз сол аппараттардың. Бәрі де шулап жатыр, расында бәрі шулап жатыр. Бұндай оқиға әлемнің тарихында болған жоқ. Бұндай оқиғалар. Бұлар енді бір үлкен неге келеді. Не қиын, не өлу, не жалғасы болады адамзаттың осы.
екі аппараттың арқасында. Бөгденің кармасына араласпау туралы ғарыштың заңы 7-ші дәрежелі ғарыш құрылысшысының араласуыменен өзгеріп тұр ғой сонда. Иә. 50 жыл бұрын бұйрық келді. 6-шы сатының мемлекеті тұр. Осы жылда 34 жыл болады құрылғанына. 6-шы сатының балалары енді әлемге танымалы болды бәрі де. Қазақтың мәдениеті әлемге танымалы болды бәрі де. Енді сөйтіп соның арқасында енді оған үлкен дәлел беру керек ғарыштан. Ол менің өтінішім. Сөзден емес, енді бір адамзаттың басын бұруға, табиғатты сақтауға, тыныштыққа, мейірмандыққа, соғыстарды тоқтатуға, бір-бірін қыруды тоқтатуға ұят болады үлкен. Цивилизацияның алдында үлкен ұят болды біздің. Украинада болып жатқан қырғын, Газада болып жатқан қырғын, олар көрсе, айтады, бұлар адамзат емес, бұлар хайуандар. Олар әлі алтын сатыны жеткен несие ел. Бұл ел емес, олар хайуандар. Қолдарында атом қару-жарағы бар хайуандар. Ұят болады үлкен. Ona tegende бірінші қораға қарайды, үйге қарайды, қалай ең оған екенін. Қора таза болса, үй таза болса, жарайды, бұл енді таза тәрбиелі адамдар деп сөйтіп. Біз басқа сөздеріне, қылықтарына, қалай қонақтан қабылдайтынына сөйтіп қарайды. Олар да қонақ. Олар дегенің бірінші біздің қорамызды қарайды, біздің әлемімізді, жерді қалай ластанғанын. Деген қалай біздің өз өзімізді қырып жатқанын көреді. Бұл шешімге келеді, мынаны құрту керек мына цивилизацияны. Өте жаман цивилизацияның. Үшіншіден ол 7 центрі бар. Ол 7 центрін оятып сұмдыққа шықса, ол анау ғарыш сайқасынан да қиын болады анда. Екінші ғарыш емес керек болады. Тек атушы. Сондай қазір әлем сонда тұр, біздің әлеміміз. Енді азақ қалды енді күтуге. Анау атластар, күннің ұзал келгенше уақыт бар әрі. Сол уақытта соғысты тоқтату керек бар жерде. Олар келіп келгенде әлемде ешқандай қантөгіс соғыс болмасын. Онда олардың көзқарасы басқаша болады, кішкене басқаша. Әйтпесе адамзаттың өмір сүруіне мен бір тиын бермеймін оған. Қазіргі уақытта олар көрсе, шешімге келеді, оны құрту керек мұның бәрінде де. Өте зиян, үлкен зиян шығады деп. Сол идеяны сал. Сонда соғыс тоқтатуға 2 ай уақыт қалды ма? Иә. Сол ол оралып келгенде, жерге жақындағанда, әлемде соғыс, өрт, түтін, бәрі де басылу керек. Қонақтарға біз мейірманды ел болып көрінуіміз керек. Сол менің пікірім.